Мен қателескен сияқтымын. Мен жаңа ғана 2 минут бойы 6 фут аяқты жылан деп атадым. Бірақ корольдік кобра. Ол мүлдем басқа әңгіме. Түсіндіріп берейін. Корольдік кобраның ұзындығы шамамен 18 футқа дейін болады. Кейде одан да ұзын болады. Бұл оны әлемдегі ең ұзын ұлы жылан етеді. Оңтүстік Азияның ормандарында және джунглилерінде мекендейді. Оңтүстік Шығыс Азияның ормандары мен джунглилерінде мекендейді. Бұл бауырымен жорғалаушы үлкен ғана емес, ол ақылды да. Корольдік кобралар денесінің 1/3 жерден көтеріп тұра алады. Қауіп төнгенде көзілдірік тәрізді қалпақтарын қолданады. Қауіп төнгенде ысылдауын қолданады. Олардың уы нейротоксикалық, тез әсер етеді және жүйке жүйесіне әсер етеді. Сондықтан шағу қауіпті және дереу медициналық көмекті қажет етеді. Қызықты факт, олар негізінен басқа жыландарды жейді. Олар тіпті улы жыландарды да жейді. Аналары жұмыртқаларын қорғайды. Бұл жыландар үшін сирек кездесетін жағдай. Оларды құрметтеңіз, алыстан таңданыңыз. Және есте сақтаңыз, ұзын деген ойнақы дегенді білдірмейді. Көбірек жабайы фактілерді білгіңіз келе ме? Келесі видеоны күтіңіз.